Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Құрметті менің каналымның көрермендері. Бүгін бізде 167-ші қорытындылау сабағы. Тәуелсіздік күніне арналады барлық есептеріміз. Бірінші есеп. Тәуелсіздік күніне ұйымдастырылған өлең оқудан мектепішілік сайысқа барлығы 84 оқушы қатысты. Бастауыш сынып оқушылары барлық қатысқан оқушының 4/1 бөлігін құрайды. Ал орта буын оқушыларының олардан 16-сы артық. Қалғаны жоғарғы сынып оқушылары. Сайысқа жоғары сыныптың неше оқушысы қатысты? Бұл жерде ешқандай буынның оқушыларының саны белгісіз, тек қана барлығы белгілі 84. Бастауыш сыныпта неше оқушы, орта буында және жоғары сыныпта неше оқушыдан қатысқан белгісіз. Сондықтан әрқайсысын жеке-жеке тауып алайық, сонда бізге түсінікті болады. Енді барлығы 84 болса, оның 4/1 табу үшін біз 84-ті 4-ке бөлуіміз керек. Сонда бастауыш сынып оқушылары шығады. 84-ті 4-ке бөлсек 21-ге тең. Бастауыштан 21 оқушы қатысқан. Орта буын одан 16-сы артық. 16-сы артық десе қосамыз. Сонда бізде орта буыннан 37 оқушы қатысқан болып шығады. Ал жоғары сынып қалғаны деп тұр. Демек 34-тің мынаншасын алып тастаймыз. 84-тен мынаншаны алып тастаймыз. Сонда қалғаны ол жоғары сынып оқушысы болып шығады. 84 азайту, мына екеуін қосып жақшаның ішіне жазсақ та болады. Жақшаның ішінен бізде 58 шығады. 84-тен 58-ді азайтсақ 26 оқушы жоғары сынып оқушыларының саны екен. Бөлігінде тәуелсіздік күніне ұйымдастырылған шығарма жазу сайысына облыс мектептерінен 96 оқушы қатысты. Бұл қала мектептерінен қатысқан оқушыларға қарағанда 3 есе артық. Сайысқа барлығы неше оқушы қатысты? Барлығын табу үшін екеуін қосуымыз керек. Бірақ бізде қала мектептерінен қатысқан оқушы саны артық, 3 есе артық деген мәлімет бар. Бұл қала мектептерінің білдірмейді, қала мектептеріне қатысқан оқушыны білдірмейді. Ал 96 ол осы 96-ның өзі 3 есе артық. Сонда қала мектептерін табу үшін оны 3 есе кем деп қарастыруымыз керек. Содан кейін барып барлығын табамыз. Есеп бізде жанама есеп. Сондықтан біз 3 есе артық емес, 3 есе кемді табуымыз керек. Тауып болғаннан кейін екеуін қосамыз. 96-ны қосуымыз керек бізге. 96 белгілі. Енді қала мектептерін жақшаның ішіне жаңағы айтқан бойынша шығарып аламыз. 96-ны 3-ке бөлеміз. 96-ны 3-ке бөлген кезде бізде 32 шығады. Мына екеуін қосамыз. Сонда 96 мен 32-ның қосындысы 128 болды. Сонда облыстан және қаладан барлығы 128 оқушы осы сайысқа қатысқан. Екінші есеп. Берілген жиын элементтерінен өзің анықтаған қасиеттер бойынша 2 ішкі жиын құр. Әрбір жиынға атау бер және элементтерін жаз. Тапсырманы қима қағаздармен орында. Мінекей бізде жиын берілген. Осыған қарап, мына тапсырманы орындаймыз. 2 ішкі жиынның біріне ондықтар жиыны деп ат қойсақ болады. Ол бізде А жиыны болсын. Және бұның элементтері бағанағы үлкен жиынның ішіндегі тек қана ондықтар. 10 деген сан бар ол жерде. 30, 40 және 60 деген. 60, 70. Бұл біздің ішкі жиынымыз ондықтар жиыны болсын. Енді екінші жиынымыз Б жиыны болсын. Бұл жүздіктер жиыны деп ат қояйық. Жүздіктер жиынының элементі 100, 300, 500, 900 деген сандар бар екен. Міне осы элементтер, мына жиынның элементтері болып есептеледі. Енді бұны қима қағазбен құрметті оқушым өзің орындасаң болады. Енді бұдан басқа элементтер қалды. Ол үлкен жиынның өз элементтері болып есептеледі. 3 қалып кетті, 12 және 4 деген сандар бар. Бұл элементтер мына А жиынына да, Б жиынына да жатпайды. Үшінші есеп.
Мереке кезінде әуеге 190 жасыл отшашу, одан 110 артық қызыл отшашу жіберілді. Әуеге барлығы неше отшашу жіберілді? Бұлында есепті біз алдыңғы сабақтарда шығарып жүрген болатынбыз. Өте қарапайым есеп. Барлығын табу үшін екеуін қосуымыз керек. 190 қосамын, мынау бізге белгісіз. Артық 110 артық. Демек 190-ға осы 110-ды қосып, қызыл отшашуды тауып аламыз. Сонда бізде барлығын қосқанда, мына жерде 200, 300 шығады. 190-ды қосқанда 490. Барлығы 490 отшашу болған. Төртінші есепте дейді, бұл жерде сандардың квадраттарын қосу керек. Ал санның квадраты дегеніміз сол санды өз-өзіне көбейту. Енді есептеп шығарайық. 3-тің квадраты 9-ға тең, 10-ның квадраты 100. Екеуін қоссақ 109. 8-дің квадраты 64, оған 910-ды қосамыз, сонда мынандай сан шықты. Келесі. 9-дың квадраты бізде 81, 3-тің квадраты 9, 5-тің квадраты 25. Осы 3 сан қосылған кезде 115-ке тең болады екен. Мына жерде 9-дың квадраты 81, 64. Екеуін қосамыз, 145. 81-ге 700-ді қосамыз, сонда 781-ге тең. Мына жерде мені квадраттарын шығарып қойдым. 64, 100 және 36. Барлығын қосқанда 200 деген санға тең болады. Бұл тапсырманы оқушым әрине өзіңіз өз бетіңізше орындап көресіз. Болғаннан кейін барып, мынамен салыстырып байқаңыз. 5-ші. Бізде суретте қағаз ақшалар және әртүрлі монеталар берілген. Осыларды пайдаланып, мына көрсетілген соманы жинау керек. Қалай жинауға болады? Және әрқайсына бірнеше нұсқасын келтіреміз. Мінеке құрметті оқушым, мен әрқайсына 2 нұсқадан қарастырып қойдым. Бұны әрине сізде өз бетіңізше өз нұсқаңызды ұсынсаңыз болады. Енді мына жерде мен сыймайтын болғаннан кейін жазбадым. Барлығына теңге, теңге, теңге деп жазып шығасыз. 6-шыда бізде суреттер берілген. Осы суреттерді пайдаланып, мынандай теңдеулер шығатындай етіп, есеп құрастырып шығаруымыз керек. Мына бірінші өрнек бойынша мысалға мынандай есеп құрастыруға болады. Самат 215 теңгелік 3 қойын дәптер және 95 теңгеге қалам алды. Ол барлығына неше теңге төлейді? Мына жерден 645 шығады, оған 95-ті қоссақ 740 теңге, барлығы осынша ақша төлейді. Екінші өрнек бойынша оқушы 215 теңгеден 2 қойын дәптер және 95 теңгеден 4 қалам алуы тиіс. Ол сатушыға неше теңге төлейді? Мына жерде екеуін көбейтсек 430, мына жеріміз 380, екеуін қосқанда 810 теңге төлеуі тиіс. 7-ші тапсырмада теңдеулер берілген, оларды шешеміз. Бұл теңдеулер бізге таныс, бұндай теңдеулер қарапайым теңдеуге айналдырып алып, белгісіз санды табамыз. Ары қарай сосын барлығын өзіміз тексеріп шығамыз. 8-ші тапсырмада бізге циркуль керек болады. 2 шеңбер берілген, осы шеңберлердің радиустарының ұзындығын қосамыз. Қосқанда қандай санға тең болса, радиусы соған тең болатын үлкен бір шеңбер жазамыз. Одан кейін айырмасын табамыз. Айырмасы қаншаға тең болса, тура сондай радиусы бар кіші шеңбер сызып шығамыз. Ал енді радиус дегеніміз шеңбердің центрі мен кез келген нүктесін қосатын сызықты айтамыз. Сонда бізде осындай 2 шеңбер. 9-ші тапсырма бізде есепті граф көмегімен шығар. 4 дос бір-біріне қонаққа барады. Үйлердің орнына нүкте қой және олардың арасын сызықтар арқылы қос. Неше жол шығады? Бірінші жол. Екінші жол. Мына жерден былай, сосын былай бару мүмкін. Үшінші жолымыз. Былай
былай, сосын былай 3-ші жол шықты. Енді 4-ші жолды мен қарындашпен белгілеймін, белгілі болу үшін. Мінекей осындай 4 жол шықты. Осылай 4 жол шығаруға болады екен. Осымен бүгінгі сабақтағы барлық есептерді, тапсырмалардың бәрін қарастырып шықтық. Соңына дейін көрген болсаңыз, әдеттегідей комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыз.